Армысыздар, жаңа табыс көзі. Егер сіздер біздің компаниямызға 100 мың теңге ақша салсаңыздар, бір айдың ішінде 200 мың теңге ақша табасыз. Ал егер артыңыздан 2 адам ертсеңіз, 300 мың теңге табуға мүмкіндігіңіз бар. Таныс жағдай ма? Қаржылық пирамида желілік маркетинг құрушылар халықтың ең осал жері, яғни жеңіл ақшаға қызықтырады. Бір қызығы, өздерінің күмәнді әрекеттері байқалған кезде жұмыс істеу принципі схемаларын әп-сәтте өзгертіп, жұмыстарын жалғастырады. Екеуміз жұмыс іздеп жүргенбіз. Сол кезде Инстаграмнан жаңа рекламасын көріп қалдық. Оператор қажет деп жазылған. Қаржы пирамидасында ешкім танымайды. Сенің артынан кіреді, ақша салады. Разница осындай да. Өз басыма келген емес, бірақ естуім бар ондағы. Ондағы бір шын айтсам сенбеймін онда. Сенбеймін. Неге? Мошенничество деп ойлаймын. Неге? Өйткені оны анық-қанығын ақтару үшін ұзақ уақыт керек қой, чтобы сені көндіру үшін. Қаржылық пирамидаларын айта кететін болсақ, олардың бәрінің схемасы бір, одан бөлек бірақ ұсынатын тауарлары немесе ұсынатын қызметтері кішкене өзгеше болып келеді. Қаржылық пирамида принциптерімен жұмыс істейтін көптеген ұйымдар анықталған болатын. Жан дүниесі депрессияда жүрген адамдар, оған көңіл бөлуінің жетіспеушілігі, өте сезімтал адамдар көбісі алдап қалады екен. Жоқпын. Бұл өтірік қой, бір нәрсе тіркейді. Главный несі жеңеді, оның астындағылар адам тіркеу үшін ақша керек. Тоже өтірік қой, телевизорда айтып жатыр, қаншама адам миллиондап, миллиардтап неге кіріп жатыр. Неге? Алаяқтар ғой келек. Бұл несін сенесің, белгілі нәрсе ғой. Оны қайдан білесіз алаяқ екен? 100% алаяқ.